Сегізінші балам өмірге келгенде қатты қиналдым. Оның алды 3-4 жыл бойы сәтсіздіктер мен күнделікті өмірімнің айнымас қонағы болып алды. Парламент тоқал алуды заңдастыру мәселесін көтеріп жатқан тұс болатын. Әлгі біздің үйдегінің де құлағы көтеріліп, қызықты сырттан іздеуге кірісіпті. Қайдан білей не сайтан түрткенін. Іс сапары жиілеп, өзінен туған балалардың бар жоғымен, аш-тоғымен ісі болмай кетті ғой. Әке-шешем Мәскеуде білім алған тұғын, мен тұңғыштарымын. Менің анамды көргенде әкемнің туыстары бұлттан жасалғандай үлбіреп тұрған мына пәлекетте бала туып, ұрпақ көбейтер деймісің, деп сенбестік білдіріпті. Сол анам 7 бала туып тәрбиеледі. Рас, мені туысымен нағашыларым алып кетіпті. Себебі Мәскеу балалы бұратананы қабылдай алмайды, пәтершіге жібермейді. Сөйтіп ата-анамнан жырақта жетілдім. Менің қанымда Исатайдың асаулығы болғанымен тәрбием қатып қалған қожа. Тіпті 18-ге келген соң өзім барып нағашы атамның тегіне өтіп алдым. Солай, өзімнен кейінгі іні-сіңлілерім бір төбеде, мен өз алдыма бір бөлек республикамын. Бірақ анам мен десе өзегін үзіп, емешегі езіліп тұрады. Менің 2 қабат екенімді естіген бойда бунт шығарды. Ана 5 баласын ойласын, өзі ілініп салынып әзер жүр. Ана 5-еуді кім жеткізеді деп уайым қылыпты. Қайран ана жүрек-ай, ал күйеуімнің анасы ештеңе жоқ, туып алсын, өзіміз көмектесеміз, деп отырып алды. Бала туралы білгенімде қызық. Дәрігерден дәрігер, емхана мен аурухананың арасы шиырылған жол болып, ілмейіп, құр сүйегім қалған кез. Дәрігерім қос алақанын жайып, не диагноз қоярымды да білмей қалдым. Тек сені әйелдер кеңесіне жібермесем, бәлкім 2 қабат шығарсың дейді. Қайдағы, не күйеуің жоқ па? Бары бар ғой, бірақ... Шынымен ол үйге бір келіп, бір жоғалып жүрген тұс еді. Тексерілдім. Ондағылар міне-міне қимылдайтын деп тұр, деді. Ал керек болса, 2 бүйрек бірдей ауырып, дәріден дәрі қоймай ішкемін. Кенжетай 4 қыздың ортасында мен де қыз болып кететін болдым. Маған ұл бөпе керек деп ыңқылдап жүр. 2 ортада туған 2 ер балам біреуі туысымен шетінеп кетті. Біреуі 6 айлығында көз түйіп өлді. Көрші апа келген. Мына баланың әппақ балпанақтайын-ай, деді. Түнімен күйіп жанып шықты. Дәрігер келгенше өліп кетті. Денесі қап-қара болды, үлкендер бір ауыздан көз тиді деген диагноз қойды. Бар пәле содан басталған сияқты. Бүк түсіп жата беремін. Содан осы ауру айқасты. Алдырам, алдырмаймын деп, олқы-толқы болып жүргенде бала қимылдап қойды. Ендігі әрекетім кісі өлтірумен тең ғой деп шешіп, босандым. Кенжетай қуанды. Перзентханадан келісімен бөпенің орауын жаз, көремін, деп тұрып алды. Әкесі жазып жатыр, ашып жатыр. Балам бір орында секіріп-секіріп, алақай деп қуанып жүр. Дәрі жеп қойған ілмеген қап-қара келіншек болдым. Оның үстіне емшекте сүт жоқ. Дүкеннен балаларға арналған қоспасын дайындап беремін. Қыздарым да, енем де көмектесетін болып жатыр. Бірақ ана балаларымдай, ана сүтін ішпеген, кіндігі мойнына оралып туған, көп қиналып, ұзақ уақыт толғатқан балам қап-қара. Біз бәріміз әппақпыз. Мына негір қайдан пайда болды деп балаларымның өзі де сұрайды. Дәрігерім бір тамшы болса да емізе бер деген соң ерінбей төсіме жабыстыра бердім. Басын ала қашып шырылдағанына бой бермедім. Сөйтіп жүргенде емшектен сүт шығып кетті. Қап-қара балам 6 айда әппақ болды. Өзім де солай баладан кейін толықсып, ақ манар әдемі келіншекке айналдым. Күйеуім бе? Күйеуім 2 арада сенделіп жүріп мына өлді. Ана қатын, мен көме алмаймын, өзіңіз бірдеңе қылыңыз, деп ауруханадан мен әкеліп көмдім. Қазіргінің тоқалы сол. Әп-әдемі отбасын ойран етеді де, ойыншық ойнаған баладай, қуыршағың бұзылып қалды, өзің ала ғой деп әкеліп береді. 2 ортада қанша сәбидің көз жасы, қанша ананың қарғысы қалады. Осы үкімет те қызық. Баяғының бір сөзі азаматы қалмаған жерде, 2 отбасын ұстай алатын еркек жоқ жерде, неменеге бос белбеу еркектердің құлағын көтеретінін түсінбеймін. Әйтпесе тастай етіп заң шығарсын, еш отбасы қиналмайтын, зардап шекпейтіндей етіп.
болмаса шала жансар бірдеңені көңірсіткен сайын елірген еркектер есіркеніп не ол емес не бұл емес өре-шөре шаршап жүрміз. Қиындығын көретін мына мен сияқты әйелдер ғана. Өз анамды аяймын. Менің денсаулығымды уайымдап жүрген байғұс мені туды деген хабар барған күні көз жұмыпты. Бейшарай, енді қайтеді екен. Анандай денсаулықпен жазым боп кетіп, ана балалар жетім қалмас екен.